Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов қорғаныс өнеркәсіп кешені кәсіпорындары қауымдастығының 3-ші конференциясында мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру мен орындаудың басымдықтарын белгіледі. Конференция барысында қорғаныс саласын дамытудың өзекті мәселелері талқыланды. Оның қорытындысы бойынша Қорғаныс министрлігі мен қорғаныс өнеркәсіп кешені кәсіпорындарының қауымдастығы отандық қорғаныс саласын дамытудың бірыңғай стратегиялық тұғырнамасын әзірлеу үшін бірлескен комиссия құруға шешім қабылдады. Халықаралық әйелдер күніне арналған салтанатты іс-шарада әскери қызметші әйелдерді қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, бас штаб бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов мерекемен құттықтады. 8 наурыз күніне орай бірқатар әскери қызметші әйелдер мемлекеттік наградаларға және әскери атақтарға мерзімінен бұрын ие болды. Іс-шара аясында әскер аруы әскери қызметші қыздар арасындағы фотоконкурс жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Маңғыстау облысының Оймаша полигонында әскери теңіз күштері теңіз жаяу әскерлері десанттық шабуылдау батальонының әскери қызметшілері тактикалық сабақтардан өтуде. Іс-шаралар тактикалық іс-қимылдарды пысықтауға және бөлімшелер ішіндегі өзара іс-қимылға бағытталған взводтардың жауынгерлік атыстары шеңберінде ұйымдастырылды. Теңіз жаяу әскерлерін даярлаудың бұл кезеңі күрделі жауынгерлік жағдайларда негізгі дағдыларды қалыптастыру және жедел шешім қабылдау үшін үлкен маңызға ие. Көктемгі әскерге шақыру аясында Астана қаласы қорғаныс істер жөніндегі департаментінің жиын пунктінен әскерге шақырушылардың алғашқы легі ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің әскери бөлімшесіне жіберілді. Іс-шараға жергілікті әскери басқару органдарының, елорда әкімдігінің өкілдері, әскерге шақырушылардың туыстары мен жақындары қатысты. Көктемгі әскерге шақыру барысында Астанадан мерзімді әскери қызметке барлығы 1000-нан астам адамды жіберу жоспарлануда. Алғыс айту күні мен халықаралық әйелдер күні қарсаңында өңірлік қорғаныс істері департаменттерінің және қарулы күштердің ардагерлер бірлестіктерінің әскери қызметшілері Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің үйіне баруды ұйымдастырды. Әскери қызметшілер майдангерлерді мерекелерімен құттықтап, оларға денсаулық, амандық және ұзақ өмір тіледі. Әскери оркестрдің музыканттары қариялар үшін соғыс жылдарындағы әуендерді орындады. Мереке қарсаңында Нұрлы жол темір жол вокзалы мен Қазмедиа орталығы телерадио кешенінде қарулы күштер ұлттық әскери патриоттық орталығы, орталық әскери оркестрінің концерттері өтті. Халықаралық әйелдер күніне арналған іс-шара жолаушыларды бей-жай қалдырмады. Әскери қызметшілер әйелдерге шоколад пен көктемнің символы қызғалдақ сыйлады. Әскери музыканттар әйелдерге әскери патриоттық әндер, марштар мен танымал әуендерді орындады. Ақтау қаласынан 20 шақырым жерде теңіз жаяу әскерлері десанттық шабуылдау батальонының әскери қызметшілері қар құрсауында қалған автокөліктерді шығарып алды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты тас жолда жолаушылар бар көлік легі тоқтап қалған болатын. Теңіз жаяу әскерлері көліктерді қауіпсіз жерге сүйреп шығарып, ал жолаушыларды облыс орталығына жеткізді. Щучинск қаласында әскери колледждер, мектептер мен лицейлер тәрбиеленушілері арасында қысқы спартакиада аяқталды. Спорттық шара Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына арналды. Чемпион атағы үшін Астана, Алматы, Қарағанды және Шымкент қалаларынан келген құрамында 40 спортшы бар 4 команда бақ сынасты. Командалық есепте Қарағанды құрамасы жеңімпаз атанды. 2-ші орында Астана спортшылары, ал 3-ші орынды Шымкент командасы иеленді.